Сәлем балақай, мен сені өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Сабағымызды бастамастан бұрын каналға тіркеліп лайк қоюды ұмытпа. Өйткені күнделікті жаңа тақырыптармен бірге танысатын боламыз. Ендеше бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бір саны мен цифры. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт. Бір-бірден тұрған зат: орындық, компьютер, сағат, картинка, төсек орны, шам және терезе бір-бірден тұр екен. Енді балақай, бізге сырымға оқу құралдарын жинауға көмектесу қажет. Кәне сөмкеге салайық. Оқу құралдарға не жатады? Сурет салуға арналған альбом, сызғыш, өшіргіш, карандаш, пенал және оқулық. Осының барлық сөмкеге салуымыз қажет екен. Қане, бір санын оқып үйренеміз. Мынау бір бұтақ. Математикада бір зат бір цифрамен белгіленеді. Мысалы, бір алма, бір томар. Бір саны натурал сандардың ең кішісі. Осы бір санын сандық сәуледе белгілейік. Енді бір цифрын жазып үйренейік. Цифр бөлек торкөзде жазылады. Торкөздің ортасын табамыз. Оң жақтағы бұрышқа дейін түзу сызық сызамыз. Сосын қолымызды көтермей, астыңғы сызықтың ортасына дейін түзу сызық сызамыз. Ендеше балақай, бір санына қатысты жаттығулар мен тапсырмалар орындауды жалғастырамыз. Кәне мына тапсырмаға қарай қой. Бұл жерде біздерге бір санын тауып, оны қоршау керек. Келесі тапсырмада бір санын жазып, қолымызды машықтандырамыз. Оқулықтағы келесі тапсырмаға назар аударайық. Әр затты саны және олардың санын салыстыр. Алдымен артық таңбасына өрнек құрастыру қажет. Қай заттан қай зат артық? Біздер қазір қалам және қайшы арқылы өрнек құрастырамыз. Қаламның саны 3, қайшының саны 2. 3 артық 2-де. Келесі ұштағыш пен өшіргішті салыстыратын боламыз. Ұштағыштың саны 2, өшіргіштің саны 4. 2 кем 4-тен. Келесі теңдікке қатысты өрнек құрастыру қажет. Саны бірдей заттарды табуымыз қажет. Олар қалам және қарындаш. 3 тең 3-ке. Келесі тапсырма акуланың суреті. Оны әдемілеп бояуымыз қажет. Балақай, бүгінгі сабақ түсінікті және қызықты болды деген үміттемін. Олай болатын болса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.